қара татар кімнің мұқалының жалайыр екенін бүкіл жалпақ әлем біледі ғой шынында да. Мен оны мұқалының бейтінде де көрдім. Кішіманғолияда басында бардым. Сонда бейтінің алдында тарақ таңба майламен іліп қойған тарақ таңбасы тұр. Енді мұқали қара татар жалайыр болады дағы. Қара татар Шыңғысхан жалайыр болмай ма? Шыңғысханның ол жалайыр емес деп айтатын себебіміз ол сол жақтан шыққанмен өзі мен жалайыр мемлекетін құрдым демеген. Көрдіңіз бе? Ол мен жалайыр мемлекетін құрдым десең, оған Найман да ренжиді, Меркіт те ренжиді, Керей де ренжиді, Қоңырат та ренжуі мүмкін ғой. Мына өзінің ғана біз ортақ мемлекет қылады. Сондықтан ол менің тұқымым төре деген. Төре деген сөз төрдің иесі. Өзінен тікелей туғандардың бәрі төре, төрелер ғана билейді елді. Басқа жалайыр өзінің жалайырлығын жасайды. Көрдіңіз бе? Ал енді бұл Шыңғысханның ұрпағы тұқымы қайдан шықты дейсің ғой. Бұны жаңағы Бешірінің жазған статистикалық кітабында Могуй деген бұл арғы Жүжандардың құрған мемлекет екен. Жүжандарды сол Могуй деген құрған. Могуй деген бұл Қытайдың тарихшылары айтады екен, қазіргі моңғолдардың түп қатасы деп. Могуй деген сөз біздің моғол деген сөздің негізінің шыққаны сол болып отыр. Шыңғысхан бұл шежірені өте жақсы білген адам. Жаңағы Бешірінің жазғанынан да біздің Әбілғазы бабамыздың жазғанынан да артық білген ол адам. Шежіремен өскен адам ғой. Өте зерделі адам болған. Сондықтан бұл өзінің мен моғолмын дегенде ана аты құрып кеткен моғол бабасының атын қайта тірілтпек болды ғой. Бұған ешқандай жұмбақтаудың қажеті жоқ. Моғол халқын тірілтем деді, сол тірілтіп мақсатына жетті. Моғолстан дегенді құрды. Шығыс алғаш қазақ хандығы сол Моғолстанда құрылды. Бұл енді тарих жазған нәрсе ғой. Ал енді бұл қай жерден шықты? Бұның ұрпағы жаңағы қиян дегендер қайдан шықты дейсің ғой. Ана Әбілғазы бабамыздың қазір біз түрік шежіресі деген оқып жүрміз ғой титімдай. Бұл 2 томдық шежіре екен. Бұл 2 томдық шежіре екен. Кезінде Әбілғазы бағамыз мына Есім ханның ордасына келген. Есім ханға келіп өзі жазады. Келгенімде сол енді бұлардың бәрі төре ғой. Төре болғаннан кейін Есім ханға бұл Тұрсын ханға жолығу деп, Тұрсын хан Ташкентте билеп тұрған қазақ ханы. Есім хан кімді алып барады? Тұрсын ханға, Әбілғазыны. Сонан кейін оның қасында Әбілғазыда бұл қалады. Сол жерден 2 жылдан кейін кетуіне тура келеді. Өйткені Тұрсын хан менен Есім хан соғысып, Есім хан Тұрсын ханды өлтіреді, жекпе-жекті қуып келіп. Содан бұл Үргенішке кетеді, Үргеніштің ханы болады Әбілғазы. Сол хандық билеп отырған әбден қарсы, бұл өте білімді адам болған. Өзінің жазуында айтады, Шыңғысхан жайында жазылған 17 кітап бар дейді. 17 кітапты оқыған. Шыңғысхан жайындағы. Сонан кейін барып өзінің шежіресін жазған. Шежіресін бұл кісі өзі жазбаған екен. Қартайып жатқан кезінде енді осынша білімді о дүниеге алып кетпейін деп 4 хатшыны қасына отырғызып қойып, кезек-кезек айтады екен, өзі ауырып жатқан төсекте болған. 4 шетінен жазып отырған екен. Сонда 2 томдық шежіре болған. Бұл шежіренің аты біз айтқандай түрік шежіресі емес екен. Родословная история о татарах дейді орысшасы. Татарлар жайындағы түпті қиян шежіресі ғой. Родословная деген сөз енді ата тектің шежіресі деген. Бұны араб тілінен француздар аударған екен. Француздан барып орыс академиясы аударған екен. Сонда қара, араб қаншама тілден өтеді, адамдардың аты адам танықсыз өзгеріп кеткен. Бірақ соның ішінде түріктің ұрпағынан моғол деген, татар деген егіз бала туған екен. Көрдіңіз бе? Моғол мен татардың 2 баласы өсіп тұрғаннан кейін, мына моғолда жер көптеу, халық көптеу болған екен. Соның баласы Елхан, моғолдың баласы Елхан, татардың баласы Сүйініш деген. Сүйініш мынадан қызғанып, қайта-қайта соғыса екен, қайта-қайта жеңіліп қала береді екен. Өйткені Елханның әскері де көп, несі де көп болған.
Сонан кейін бұл қырғыздардан көмек сұрайды. Сүйініш. Көмек сұрайды да, оны сөйтіп өзіне қарсы шабуыл жасап жатқанын Елхан біліп қояды. Біліп қояды да, ол бекінісін алдын ала жасайды. Сүйінішпенен қырғыздар келіп шапқанда бұны аламайды бекіністен. Аламағаннан кейін жеңілдік деп сөзді тастап кетеді. Елхан нанады оған. Мұндар жеңіліп кетті деп. Сөйтіп бейқам шыққан кезде бұлар қайтадан бұрылып келіп моғолдарды түгел қырады. Моғол ұрпағын түгел қырады. Өзі егіз баладан тараған балалар. Көрдіңіз бе? Бұл шамаменен 550 бірдеме жылдар 6 ғасырдың ортасы. Жужан дегенді түрік халқы да білмейді. Ол не сөз? Қытайлардың кемсітіп айтқан аты екен. Қойған аты. Өз аты емес. Шыңғысханның айтуында бұл моғолдар. Моғолдарды құртқан сүйініштер, ол кім екенін айтпайды түріктер. Ал енді біздің түрік шежіремізде 552 жылы Жужандарға қарсы Бумын қаған жаңағы қызық несінде кімдердің, Жужандардың темірін қорытып, темірін бөліп отыратын халық болады бұлар. Сонан кейін сөйтеді, ана тәуелсіздік алу керек. Екеуі де түрік былай қараса. Жужанды біздің тарихшылар түрік па, түрік емес, біреулер Туңғысты бүйтіп әртүрлі айта береді. Бірақ Бахиддин Өгөл деген түріктің тарихшысы өткен, Қытай тілін судай жақсы білетін кісі. Ұлы Хон империясы деген 2 томдық кітап жазған. Сонда Туңғыстардың ол ешқандай түрікке қатысы жоқ екенін, мына Хон Сақ бабалары ол түрік халқы екенін ол ашып айтып жазған. Дәлелдеп тұрып жазған. Оған қарсы пікір айтқан әлемде ешқандай тарихшы жоқ. Сонда жаңағы Жужанға кім? Бумын қаған темірін солардың отырған сәлемші жібереді. Маған қызым берсін деп. Анау хан ашуланады қатты. Мынаның есі дұрыс па? Менің қолым темір өтіп отырған. Менің қызымды сұрайды деп. Бумынға да керегі сол ғой, ана соғысқысы деп отыр ғой. Сен мені осы қорладың дейді да, ол қыс ішінде басып алады. Қыста бұл келеді деп ойламайды ғой. Қыста соғысады деп ойламайды. Қыс ішінде басып алады да, ол түрік қағанасын құрады. 552 жылы. Соныменен жаңағы Елхан менен Сүйініштің екеуі қосып тура 552 жыл дәл келіп отыр. Солай болған. Мына Бумынды кейін біздің тарихшылар Елхан деп атады деп айтады Бумынды. Бумынды Елхан дейді. Көрдің бе? Ал анау жеңіліп қалған хан өзін өзі жарып өлтіреді, намыстан, ызадан. Міне, сонда бір ата баба құрып көріп отыр. Бірақ екеуі де түрік пен түрік соғыстырған ғой халықтары. Бірі билеуші болған, бірі табынушы болған. Сонда Әбілғазы бабамыздың тарихыменен жаңағы Қытайдың жазған тарихы екеуі үш жерден тоғысады. Бүкіл Қытайлардың бәрі жаңағы Моғолиді, сол моғол, олар моғол деп сөйлемейді, моңғол дейді Қытайлардың бәрі. Моңғол халқы шыққан солардың ата тегі сол дейді екен.